Баршаңызға сәлем. Бұл видеодан адамның қорғанышы иммун жүйесі болып табылатын түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілеті де бар. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационына қосып жеудің аса маңызды рөл атқаратын сарымсақ жайлы болмақ. Жалпы сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар? Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Құрметті оқырмандар, қазақша арнауға қолдау білдіріп, лайк басып, пайдалы ақпаратпен бөлісіп отыруларыңызды сұраймыз. Ал біз болсақ, одан әрі жалғастырайық. Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бірінші кезекте бактериямен күреседі. Сарымсақты шикіде жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес аурулар тудыратын түрлі бактериялардан қорғай алатын боласыз. Екінші кезекте қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Үшінші кезекте қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртінші кезекте иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауруға қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақ суын тамызған жақсы әсер етеді. Бесінші кезекте қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуының 20%-ын төмендетеді екен. Алтыншы кезекте паразиттерді жояды. Аскаридиозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 мл сүтке балаларға 70 мг бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетінші кезекте ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан, ойық жарасы немесе басқа да ауруларын асқыну кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларын азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады екен. Артық салмақпен күрес жүргізеді. Сарымсақты дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген дұрыс болады. Сарымсақтың пайдасы жайлы көбіміз естігенбіз. Тұмау індеті жайлаған уақытта ең алдымен сарымсақты еске алатынымыз сондықтан болар. Себебі сарымсақ вирусқа қарсы қасиеттерге ие, ал оның құрамындағы емдік заттар организмге індетке қарсы тұруға көмектеседі. Бұл ретте сарымсақ бөліктерін ұсақтағанда пайда болатын ерекше қосылыстар аллициннің маңызы зор. Ол ауру қоздырғыштарын жойып қана қоймай, жүрек қан тамырлар жүйесіне оң ықпал етіп, асқазан ішек жолдарының қызметін қалпына келтіріп, иммунитетті жақсартады. Сонымен қатар сарымсақ дәрумендер мен минералдар көзі. В тобы дәрумендер шаштардың қалыңдығы, терінің әдемілігі үшін қажет. Бета-каротин көз көруін сақтауға көмектессе, цинк организмнің ұрпақ өрбіту қызметін жақсартады. Ал сарымсақ салдарынан аузыңыздан жағымсыз иіс шықпасын десеңіз, оның дәмі айтарлықтай сезілмейтіндей тағам түрлерін әзірлеңіз. Сарымсақ қосылған зімбір шайы бұл сусын Азия елдерінде
танымал. Ол артық салмақтан арылуға көмектеседі. Құрамы: зімбір тамыры, шамамен 4 см болатын тілімі, сарымсақ 2 тіше, су. Дайындалуы: зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз, оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдеп аламыз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішіп жүреміз. Сарымсақтың пайдалы қасиеттері адамзат баласына бағзы замандардан белгілі. Мысалы, Қытайда сарымсақ дегенді білдіретін иероглифтің ең көне таңбаларының бірі болып табылады. Ал әлемге әйгілі мысырлық пирамидалардың салынып жатқан уақытында көптеген құрылысшылар арасында індет тарамас үшін дәл сарымсақтың өзін қолданған. Бұл көкөністен Гомер қаһармандары да жиіркенбеген, жараланбайтын Ахилл тапқыр Одиссейден сарымсақтың иісі аңқып жүретін болған. Құрметті оқырман, денсаулық бізге берілген ең қымбат сый. Сол үшін де әр дерттің алдын алуда дәрігермен кеңесе отырып ем қабылдағаныңыз абзал. Сіздерге ақпарат бөліскен денсаулық зор байлық арнасы. Бұл видеоролик сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.